Күні кеше ғана Алматы қаламызда 5 адам өмірмен қоштасты. 5 адам атылып қалды 1 сағаттың ішінде. Әрине, анау бейшара кәсіпкердің да кінәсі зор, бірақ та сол ауыр шешімге мәжбүрленген сол азаматты, ол біздің сатқын сот жүйесі, ол біздің сатқын судьяларымыз намысын нанға айырбастап жүрген. Бұндай жағдай тек қана Алматы қаласында емес, бүкіл біздің елімізде, әр елді мекенде күнәра болатын жағдай. Сондықтан сол әлгі 5 адамды өлтірген адаммен бірге сондай ауыр жазаға сол судьяларда тартылу керек деп сенемін. Міне бүгін біз Алматы әкім айтып жатыр, әлгі 5 марқұмға жанұяларына пәтер таратылады деп. Оның бәрі түсінікті. Сол 5 пәтерді басқа жағдайы жоқ көп балалы ана аталарына беруге таратуға болар еді. Өкінішке орай бір әділетсіз шешімнің кесірінен 5 жан қиылды, тағы ары қарай цепочкамен кетті. Сондықтан құрметті президент Тоқаев мырза, құрметті осы жоғарғы соттың төрағасы Жақып Асанов мырза, келгенде аузыңызды көпіртіп едіңіз. Мен храм жоям, сот жүйесін өзгертем, сатқын судьялар болмайды деп. Мен сіздерге айтайын, бұндай келеңсіз жайт әр сотта орын алып жатыр, өкінішке орай. Бұндай атылыстар әр қарай тағы орын алады, өкінішке орай. Өйткені әділеттік жоқ біздің сот жүйемізде. Сондықтан Жақып мырза, осындай жағдайда айтқан сөздеріңізге жауап беруіңіз керек. Және қарамағыңызда қызмет істейтін, ол әлгі далбаса, әлгі сот жүйесінде істейтін судьялар тәуелсіз, ешкімге бағынбайды, маған бағынбайды деген, ондай бәрі далбаса, бәріміз білеміз, төрағаның сөзінен шықпайды. Ауданда ауданның төрағасынан, облыста облыстың төрағасынан, жоғарғы сотта айтпағанда. Сондықтан әбден ластанған, әбден жемқорлыққа батқан жүйе, сот жүйесі. Соны біліңіз, Жақып мырза деп айтуға да аузым бармайды. Сондықтан Жақып, дұрыстаңыздар. Қолыңыздан келмесе кетіңіз. 5 жанның өмірін қиған тек қана Дюжнов мырза ғана емес, сіздің қарамағыңызда істейтін әріптестердің ісі. Бұл 5 жанды өлтірген төрешілер, судьялар.